Баршаңызға сәлем. Құлпынайдың сіз білмеген пайдалары. Мамыр және маусым құлпынайдың пісетін уақыты. Оның қаншалықты дәмді екенін өзіңіз білесіз. Ал басқа артықшылықтар туралы естіп едіңіз. Соларға тоқтала өтейін. Достар, алдымен каналға жазылып, қоңырау белгісін басыңыз. Себебі, осыдан кейінгі шығатын пайдалы ақпараттарды жіберіп алмайтын боласыз. Ең алдымен осы жерде баршаға әйгілі жидектің атының өзі қате екенін оқырманға ескертеміз. Шын мәнінде құлпынай деп батыс Европада шағын көлемде өте сирек өсірілетін жидектерді атайды. Нағыз құлпынайдың мұндай көп сорттары жоқ және ол біз ойлағандай жемісті әрі дәмді емес. Біз тұтынатын құлпынай бұл бүлдіргеннің мәдени түрі. Бұл кішігірім жидектер жазда орман сәнін келтіреді. Бүгінгі таңда құлпынай өсірушілер ұзақ сұрыптау нәтижесінде дәмі мен құнарлылығы жоғары жидектер сортын жерсіндіріп отыр. Олар орманда өсетін жидектердің химиялық құрамы бойынша аса үлкен айырмашылық жасайды. Дегенмен, біздің ұғымымызға құлпынай атауы сіңісіп үлгерді. Сол себепті біз бұл шынайы бақта өсетін бүлдіргенді осылай атап, оның пайдалы қасиеттеріне тоқталамыз. Ал оның пайдасы орасан. Мысалы, бұл бірден-бір диеталық жидектердің бірі. Құлпынайдың тағамдық және калориялық құндылығы. Сонымен, құлпынайдың химиялық құрамы өте аз калориядан тұрады. Тіпті басқа калориялармен және судағы жидектермен салыстырғанда құлпынайдағы калория мөлшері 100 граммға 37 кал ғана. Әсіресе үлкен және сулы сорттарда тіпті аз калорияға ие. Сондай-ақ осындай құрамы диеталық қасиетке толы құлпынай ағзада өте жақсы сіңіріледі. Құрамындағы оңай еритін қант қайтадан тез энергияға айналады. Құлпынайдың денсаулыққа келтірер пайдасына қышқылдардың аз мөлшерде асқорту трактін тітіркендірмейтінін жатқызуға болады. Ішектің емі мен тазаруына талшығы көмектеседі. Айтпақшы, сол талшықтың пайдасы ішектің бұлшық еттерін тезірек және қарқынды түрде қысқартуға мәжбүрлеп, тамақ түйірінің сапалы араластырылуын және оның ферменттерінің жақсы өңдеуін қамтамасыз етеді. Сонымен қатар, құлпынай кейбір бақша жидектерімен салыстырғанда тәтті дәмге ие. Оған қоса, химиялық құрамында қышқылдардың кең жиынтығы бар жидек асқорту ферменттерінің өндірісін ынталандырады және асқазан мен ішек шырынын босатуға көмектеседі. Құлпынайдың бұл пайдалы қасиеттері бізге азықтың аз қорыту процесін және оның толық ассимиляция процесі барынша оңтайландыруға көмектеседі. Құлпынайдағы пайдалы заттар. Құлпынайдың тағы бір құрамасы көптеген эфир майларымен, илік заттармен және минералды компоненттермен құнды. Құлпынайдағы бұл пайдалы заттар өзінің танымал емдік қасиеттерін тудырады. Асқазан ішек жолдарының қалыпты жұмысын, жүрек бұлшық еттерінің қолдауы және шлактардан және холестеролдан қан тамырларын тазартуға көмектеседі. Буындарға арналған құлпынай не үшін пайдалы? Құрамына кіретін фосфор мен кальций сүйек пен шеміршек тіннің қалыптасуына, жарақаттардың емделуіне ықпал етеді. Ал қышқылдар және кейбір биологиялық белсенді заттар тұздарды алу және ерітудің емдік қасиеттеріне ие. Сондықтан пайдалы қасиеттері бар жидектерді буынның ұстамалы аурулары мен артрит кезінде пайдалануға ұсынылады. Балалар мен жүкті әйелдер үшін құлпынайдың пайдасы. Құрамының тағы бір маңызды компоненті фолий қышқылы. Ол денедегі көптеген реакциялардың толық ағыны үшін аса қажет. Ол сондай-ақ қалыпты ұрық дамуының маңызды стимуляторы ретінде болашақ ананы жүктілік кезінде қорғайды. Ал баланың патологиялық дамудың ауытқуларынан сақтайды. Бірақ
жүкті және лактациядағы құлпынай кейбір сақтықпен пайдаланылуы керек. Ол кейде аллергиялық реакциялар тудыруы мүмкін. Құлпынайдың пайдасы мен зияны. Өте сирек жағдайларда пайдаланған кезде организмнің осы жидекке ерекше реакциясы болуы мүмкін. Диарея немесе қатерлі ісік пайда болуы ықтимал, немесе кейде жай ғана лоқсиды. Бірақ әдетте бақша тұтынушылары осы жидектердің олардың ағзаларына кері әсері бар екенінен хабардар болады. Тек осы жағдайларда ғана құлпынай қолдануға қарсы көрсетілімдер өте маңызды. Бұл жағдайда жидекті тұтынуға болмайды. Сондай-ақ құлпынай нарықта немесе дүкендердің сөрелерінде басқа да жидектерден бұрын көрінетіндігімен де ерекшеленеді. Оны түсіндіру оңай. Кішкентай шалшық бұталар қардың астында қалып та жапырақтарын түсірмейді. Көктемде тұрақты жылу пайда болғаннан кейін бірден гүлдей бастап дереу жеміс береді. Ал жылы жайларда одан да ертерек жемістенеді. Сондықтан көктемде жидектер ағзаға арналған пайдалы қасиеттерінің арқасында авитаминоздан құтқаратын бірден бір жеміс болып саналады. Сол себепті де құлпынайды ұзақ күтіп жақсы көреді. Көптеп жеуге тырысады. Содан кейін әр түрлі джем мен компоттарды дайындайды. Және бұл пайдалы бұрылыстар өз кезегінде қыста денсаулық пен ағзадағы күштерді сақтау үшін де өте пайдалы болады. Құлпынай көру қабілетін жақсартады. Піскен қызыл құлпынай есте сақтау қабілетіне ғана емес, көру қабілетіне де пайдалы. Көптеген зерттеулер құлпынайды күнделікті тұтынуы тордың макулярлы дегенерациясының, катарактаның, көздің құрғауының, прогрессивті соқырлықтың және жас қосылған сайын тіндердің өзгеруіне байланысты басқа да проблемалардың дамуына жол бермейтінін растайды. Жидектердің бірегей биохимиялық құрамы көру қабілетінің бұзылуына әкелетін көптеген аурулардың алдын алады. Сонымен қатар бар ауруларды прогрессивті емдеуге ықпал етеді. Құлпынай жүрекке пайдалы. Бұл қызыл жидектер көптеген жүрек қан тамырлары ауруларының пайда болу және даму қаупін төмендететіні дәлелденді. Жоғарыда айтқанымыздай, құлпынай әр түрлі дәрумендер мен антиоксиданттарға бай. Бірақ бұл жағдайда магний мен калий шөгінділерінің піскен жидектерде де болуы әлдеқайда маңызды. Соңғысы қан қысымын қалыпқа келтіруде, сондай-ақ сұйықтықтың тоқырауының алдын алуда маңызды рөл атқарады. Бұл денеде немесе ішкі органдарда пайда болуы мүмкін ісінулерге әкеледі. Құлпынай аллергиясы бар адамдарға пайдалы. Бір қызығы, бұл жидек бір қарағанда әртүрлі аллергия түрлерінен зардап шегетін адамдарға ұсынылады. Құлпынай аллергиямен байланысты қабынуды және белгілі бір биохимиялық реакцияларды тежейді. Құлпынай тісіңізді ағартады. Құлпынайдың құрамындағы С дәрумені тісті сарғаюдан құтқарады. Бұл жеміс кәріліктен де сақтайды. Құлпынайдағы антиоксиданттар кәрілікпен күреседі. Ол үшін түскі тамақтан соң 40 минуттан кейін құлпынай жеу қажет. Құлпынай жемісі беттегі пигменттік тақтарды да кетіре алады. Егер теріңізді ағартып, секпілдер мен пигменттік тақтардан құтылғыңыз келсе, бетіңізге құлпынайдан жасалған маска жасаңыз. Алайда әуелі білегіңізге жасап көріңіз. Егер бәрі жақсы болса, бетіңізге пайдаланып көруге болады. Мұндай масканы аптасына 1-2 рет жасап тұрғаны дұрыс. Достар, бүгінгі ақпаратым сіздерге пайдалы болды деген үміттемін. Егер де видео ұнаса, лайк басып, қазақша контентті қолдай кетіңіз.